Сәлем қымбатты көрермен. Бүгін сіздерге өте ауыр, өте аянышты қыз тағдырын баяндаймыз. Бұл оқиғада қуаныш та бар, махаббат та бар. Бірақ өкінішке қарай, соңы адам сенгісіз қайғымен аяқталады. Сондықтан оқиғаны соңына дейін тыңдаңыз. Ал История Добрый Дива арнасына әлі тіркелмеген болсаңыз, қазір тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ал сіз бұл оқиғаны қай уақытта көріп отырсыз? Таңертең бе? Күндіз бе? Әлде түнде ме? Комментарийге жазып кетіңіз. Бәлкім, дәл қазір біреудің тағдырын тыңдап отырып, өз өміріміздегі бір оқиғаны еске түсіріп отырған боларсыз. Ертеде емес. Қазіргі заманның өзінде өмір сүрген Сәрсен мен Күләш деген ерлі зайыпты болды. Екеуі де қарапайым, бірақ тұрмысы жақсы отбасыдан шыққан. Үйленген күннен бастап бір-біріне сүйеу болып, шаңырақтарын бірге көтерді. Сәрсен еңбекқор адам еді. Күн демей, түн демей жұмыс істеп, отбасын ешкімнен кем қылмауға тырысатын. Ал Күләш үйінің берекесін кіргізіп, күйеуін күтіп отыратын. Тек бір ғана нәрсе олардың жүрегін жылдар бойы ауыртып келді. Ол бала. Бір жыл өтті, бала болмады. Екінші жыл өтті, тағы болмады. Үшінші жыл, төртінші жыл. Күләш күн сайын іштей өзін кінәлай бастады. Сәрсен, менен бір кемшілік бар шығар. Неге олай ойлайсың? Білмеймін, бәрінің баласы бар, ал бізде... Сәрсен әйелінің сөзін бөліп. Бізде де болады. Сен өзіңді жаман оймен қинама дейтін. Бірақ кейбір сөз адамның жүрегін жұбатқанымен, тағдырдың шешімін өзгерте алмайды. Күләш сырт көзге күлімдеп жүретін. Бірақ жалғыз қалған кезде көз жасын тыя алмайтын. Біреудің баласын көрсе, ішінен күрсініп өтетін. Әсіресе ауылдағы әйелдердің. Қашан бала сүйесіңдер? Әлі жоқ па? Дәрігерге көріндімдер ме? Деген сұрақтары жанына бататын. Бір күні Күләш анасының үйіне барды. Анасы қызының көңілсіз екенін бірден байқап, «Қызым, не болды?» «Ештеңе емес, мама». «Маған өтірік айтпа, анаңмын ғой». Күләш біраз үнсіз отырды да көз жасын сүртті. «Мама, менің де балам болса екен». Анасы қызын құшағына қысып. «Болады, қызым. Алла қаласа болады. Сабыр ет. Қазақ сабыр түбі сары алтын дейді». Күләш те 5 жыл бойы сабыр етті. 5-ші жылдың соңында оның өмірін өзгерткен жаңалық келді. Күләш таңертеңнен бері өзін жайсыз сезінді. Бұрынғыдай емес. Жүрегі айнып, әлсіздік пайда болды. Алғашында мән бермеді. Бірақ бірнеше күн өткен соң дәрігерге барды. Дәрігер қағазға қарап біраз үнсіз отырды. «Күләш ханым». «Иә?» «Сіз жүктісіз». Күләш дәрігердің сөзіне бірден сене алмады. «Не дедіңіз?» «Сіз ана боласыз». Осы екі ауыз сөз Күләштің 5 жыл бойы ішіне жиналған барлық мұңын бір сәтте жуып кеткендей болды. Ол сыртқа шыққанда көзіне жас толып тұрды. Бірақ бұл жолы жасы қуаныштан еді. Күйеуіне телефон соқты. «Сәрсен?» «Иә, Күләш». «Үйге тезірек келші». «Бірдеңе болды ма?» «Жоқ», Күләш жылап жіберді. Сәрсен абдырап. «Күләш, не болды? Айтшы». «Біз ата-ана болады екенбіз». Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Сәрсеннің дірілдеген дауыс естілді. «Рас па?» «Иә». «Күләш». Сәрсен де жылап жіберді. Сол күні ол жұмыстан ерте қайтты. Үйге кірген бойда әйелін құшағына қышып, 5 жыл күттік қой. «Иә. Енді үйімізде баланың дауысы болады». Айы күні жеткенде Күләш қыз босанды. «Қыз» деген сөзді естігенде Сәрсеннің жүрегі елжіреп кетті. Ол перзентхананың дәлізінде ұзақ жүрді. Біраздан соң медбике: «Әке болдыңыз». Сәрсеннің көзінен жас шықты. «Қызым аман ба?» «Аман». «Күләш ше?» «Ол да жақсы». Сәрсен екі қолын жайып, «Аллаға шүкір», деді. Қыздың атын Айдана қойды. Айдана олардың жалғыз баласы еді. Сәрсен қызына ерекше бауыр басып кетті. Жұмыстан шаршап келсе де, алдымен қызын іздейтін. «Менің қызым қайда?» Кішкентай Айдана әкесінің дауысын естігенде, «Әке!»
деп алдынан жүгіріп шығатын. Сәрсен оны көтеріп алып: «Қалайсың, менің ханшайымым?» «Жақсымын. Мені сағындың ба?» «Иә, мен де сені сағындым». Күләш осы көрініске қарап отырып, екеуің бір-біріне қатты ұқсайсыңдар дейтін. Олардың үйі берекеге толды. Сәрсен ғана жұмыс істейтін. Күләш үйде болып қызын тәрбиеледі. Тұрмыстары да жақсы еді. Үйі кең, ауласы үлкен, малдары да бар болатын. Олар ешкімге алаңдамай қыздарын мәпелеп өсірді. Айдана өте сұлу болып өсті. Үлкен қара көздері, ұзын қара шашы. Жүзіне күлкі үйіріп тұратын. Ауылдағы әйелдер: «Мына қыз өскенде талай жігіттің басын айналдырады» деп әзілдейтін. Күләш: «Тек бағы ашылсын» деп жауап беретін. Айдана 6 жасқа толғанда мектепке барды. 1-ші сыныпқа барар таңертең Күләш қызының шашын өріп отырды. «Қызым, мектепте жақсы оқы, мұғаліміңді тыңда». «Тыңдаймын. Достарымен тату бол». «Боламын. Ең бастысы, ешкімге жамандық жасама». Айдана анасына қарап: «Мама, мен жақсы адам боламын». Күләш қызын құшақтап: «Солай бол, қызым». Сәрсен қызына жаңа сөмке мен киім алып берген еді. Айдана айна алдында айналып: «Әке, әдемімін бе? Сен менің көзіме әрқашан әдемісің. Мені мектепке апарасың ба?» «Әрине». Сәрсен қызын қолынан ұстап мектепке алып барды. Айдана мектептің есігінің алдында тоқтап: «Әке?» «Иә». «Сен мені күтесің бе?» «Күтемін». «Уәде ме?» «Уәде». Сәрсен қызының маңдайынан сүйді. «Сабақтан соң үйге бірге қайтамыз». Айдана сыныпқа кіріп бер қашыңыз. Сәрсен біраз уақыт қызының соңынан қарап тұрды. Сол сәтте ол бір нәрсені сезгендей болды. Бірақ не екенін өзі де түсінбеді. Жылдар өте берді. Айдана сабақты жақсы оқыды. Мінезі де жайдар еді. Әкесінің еркесі болғанмен, анасына да қолғабыс ететін. Кешке үйге келгенде: «Мама, не көмектесейін?» «Сабақтарыңды оқы». «Оқып қойдым». «Онда ыдыс жу». «Жарайды». Күләш қызына қарап күлімсірейтін. Осылайша тағы 5 жыл өте шықты. Айдана 6-шы сыныпқа барды. Бойы өсіп, жүзі өзгере бастады. Балалық пен бойжетудің арасында тұрған кез еді. Сәрсен бұрынғыдан да қызғаншақ болып: «Қызым, кешке жалғыз жүрме». «Әке, мен бала емеспін. Мен үшін сен әлі кішкентайсың». Айдана күліп: «Мен қашан үлкен боламын? Сен мен үшін ешқашан үлкен болмайсың». Айдана әкесін құшақтап: «Мен сізді жақсы көремін». «Мен де сені жақсы көремін». О кезде Айдана әкесінің осы сөздерін өмір бойы есінде сақтап қалатынын білмеді. Бір күні Айдана мектептен әдеттегіден ерте келді. Күләш ас үйде тамақ дайындап жатқан. «Қызым, келдің бе?» Айдана жауап бермеді. Сөмкесін үнсіз қойып бөлмесіне кірді. Күләш біраздан соң: «Қызым, тамақ ішіп ал». «Мама?» «Иә, ішім ауырып тұр. Жата тұрайыншы». Күләш қызының маңдайын ұстап: «Қызым, қызуым жоқ қой?» «Жоқ, бірақ ішім ауырады». «Жарайды, жата тұр. Сәлден соң тамақ ішерсің». Айдана төсегіне жатты. Кешек Сәрсен жұмыстан келді. Есіктен кіргенде әдеттегідей: «Менің қызым қайда?» деді. Бірақ бұл жолы Айдана алдынан шықпады. «Күләш, қызымыз қайда?» «Бөлмесінде». «Неге?» «Іші ауырып тұр екен». Сәрсен бірден мазасызданды. «Бүгін далаға ойнауға шықты ма?» «Жоқ». «Мектептен келген соң ше?» «Шықпады». Сәрсен әйеліне қарап үнсіз қалды. «Күләш?» «Иә?» «Біртүрлі болып тұр. Қызымызға тағы барып қарашы». Күләш қызының бөлмесіне кірді. «Қызым?» Айдана көзін ашты. «Мама?» «Не болды?» «Ішім қатты ауырып тұр». «Қай жерің?» Айдана ішін ұстап: «Мына жерім». Күләштің жүрегі зу ете қалды. «Сәрсен, не болды? Қызымыздың жағдайы дұрыс емес сияқты». Сәрсен бөлмеге кірді. Айдананың жүзі бозарып кеткен еді. «Қызым». Айдана әкесіне қарады, бірақ ештеңе айта алмады. Сол түні жедел жәрдем шақырылды. Ал ауруханада дәрігерлер Айдананың ата-анасына
өмірлерін мәңгіге өзгертетін бір шындықты айтуға дайындалып жатты. Кейде адам өміріндегі ең үлкен қайғы бір күнде келмейді. Оның көлеңкесі алдымен байқалмай пайда болып, кейін адамның бүкіл өмірін өзгертіп жібереді. Ал Айдананың сол түні басталған қасіреті оның тағдырын ғана емес, әкесінің де өмірін өзгертетін еді. Күләш орнынан тұрды. Не болды? Сізге сыртқа шығу керек. Неге? Сәрсен аға. Күләштің жүрегі зу ете қалды. Не болды Сәрсенге? Әлгі адам төмен қарады. Жолда жағдай болыпты. Айт. Сәрсен аға қайтыс болыпты. Күләш бір сәтке не естігенін түсінбей қалды. Жоқ. Күләш апа. Жоқ, жоқ. Сен өтірік айтып тұрсың. Ол дәлізбен жүгіріп шықты. Сәрсен! Бірақ ешкім жауап бермеді. Күләштің аяғы әлсіреп қабырғаға сүйеніп қалды. Менің қызым ауруханада жатыр. Енді оның әкесі жоқ па? Ол көз жасына ерік берді. Ал Айдана анасының жылағанын естіп бөлмеден шықпақ болды. Мама, не болды? Күләш қызын көргенде жүгіріп барып құшақтады. Бірақ қызына әкесінің қайтыс болғанын бірден айта алмады. Мама, қызым, әкем қайда? Күләш жауап бере алмай жылады. Айдана анасының жүзінен бәрін түсінгендей болды. Әкеме бірдеңе болды ма? Күләш басын шайқап. Қызым, Айдана. Айтшы, мама. Әкең енді бізбен бірге болмайды. Айдана бір сәт үнсіз қалды. Сосын, жоқ. Күләш қызын құшағына қысып. Қызым, жыла. Айдана әкесінің сөздерін есіне түсірді. Сен менің жалғыз қызымсың. Мен сені әрқашан қорғаймын. Сен мен үшін ешқашан үлкен болмайсың. Айдана көзін жұмып. Әкем мені қорғаймын деген еді. Күләштің жүрегі тілім-тілім болды. Қорғайды, қызым. Бірақ ол жоқ қой. Осы сөз Күләштің жүрегін одан сайын жаралады. Сәрсеннің 7-сі де 40-да өтті. Ағайын туыс жиналып марқұмға дұға бағыштады. Уақыт өте жылдық асы да берілді. Бірақ уақыт өткен сайын Айдананың ішіндегі жара жазылмады. Көрші Қабдолла болса, өз өмірін жалғастыра берді. Ал Сәрсеннің өліміне қатысты болған жанжал Айдананың жүрегінде өшпейтін із қалдырды. Кейде адам бір сәттік ашудың салдарынан бүкіл өмірін өзгертіп алады. Ашу үстінде айтылған сөз ақылмен өлшенбеген сөз, дейді халық. Айдана сол күннен бастап бұрынғы Айдана болмай қалды. Ол бұрын әкесін күтіп есікке жүгіріп шығатын. Енді есік ашылған сайын жүрегі ауыратын. Өйткені есіктен әкесі кірмейтін еді. Ал оның алдында әлі талай жыл бар болатын. Бірақ ол жылдар қыздың өміріне қуаныш емес, тағы да талай сынақ алып келетін. Әкесіз қалған Айдана. Сәрсеннің қазасынан кейін Күләштің үйіндегі бұрынғы күлкі бір жола жоғалды. Кеше ғана қызын күтіп, күйеуінің жолын қарап отырған әйел, енді таң атқан сайын төсекке ұзақ қарап жататын болды. Бір жағында қызы, бір жағында жүрегінің жартысы кеткендей еді. Айдана да өзгеріп кетті. Бұрын әкесі жұмыстан келетін уақытты сағат санап күтетін. Енді сол уақытта терезенің түбіне барып үнсіз отыратын. Бір күні Күләш, қызым, тамақ ішіп ал, тәбетім жоқ. Аздап болса да іш. Мама, әкем келгенде бірге ішетін едік қой. Күләштің қолындағы қасық түсіп кете жаздады. Иә, қызым. Ол қызына білдірмей көз жасын сүртті. Айдана әкесін сағынған сайын оның киімдерін іздейтін. Әкесінің жұмысқа киетін көйлегін қолына алып, иісін сезіп ұзақ отыратын. Бір күні анасы, қызым, ол киімді жинап қояйын. Айдана, жоқ мама, әкемнің исі бар. Күләш үндемеді. Қазақ, жақсы адамның аты өлмейді дейді. Бірақ Айдана үшін әкесінің аты ғана емес, оның дауысы, жүрісі, есіктен кіргендегі «Қызың қайда?» деген сөзі керек еді. Күләштің өзі де қатты өзгерді. Жолдасының қазасынан кейін күйзеліске түсіп, күндіз-түні үнсіз жүретін болды. Кейде Айдана анасына бір нәрсе айтқысы келсе де,
Оның қабағын көріп тоқтап қалатын. Мама, иә, ештеңе айта бер. Жоқ, кейін. Осылайша анасы мен қызы бір үйде тұрып, бір-бірінің жан жарасын түсінбей алыстай бастады. Айдана есейген сайын әкесінің жоқтығын қатты сезінді. Мектептегі қыздардың әкелері жиналысқа келгенде, ол артқа партада үнсіз отыратын. Бір қыз: менің әкем кеше жаңа көлік алды, деп мақтанғанда, Айдана үндемеді. Басқа бір күні сынып жетекшісі: Айдананың ата-анасы кім келеді, деп сұрады. Айдана басын төмен түсірді. Әкем жоқ. Мұғалім бірден: кешір қызым, мен білмеппін. Айдана: ештеңе етпейді. Бірақ ештеңе етпейді деген сөздің артында қанша мұң жатқанын ешкім білмеді. Сол жылдары Айдананың жанында бір ғана адам ерекше жақын болды. Ол Мөлдір еді. Екеуі кішкентай кезінен бірге оқитын. Бірге мектепке барып, бірге қайтатын. Айдана ешкімге айта алмаған сырларын Мөлдірге айтатын. Бір күні мектептен қайтып келе жатып, Мөлдір: Айдана, сен неге соңғы кезде көп үндемейсің? Білмеймін. Менімен де сөйлеспейсің. Сөйлескім келеді. Онда айт. Айдана біраз үнсіз жүрді де: әкемді сағындым. Мөлдір оның қолынан ұстады. Ол сенің жүрегіңде. Айдана көз жасын сүртті. Бірақ мен оны құшақтағым келеді. Мөлдір не айтарын білмеді. Мен әкеме ренжіп те жүрмін. Неге? Мені жалғыз қалдырып кеткен үшін. Мөлдір: ол өзі қаламаған шығар. Айдана: білемін, бірақ бәрібір ренжімін. Бұл баланың емес, әкесінен айырылған қыздың сөзі еді. Жылдар жылжып жатты. Айдана мектепті жақсы оқып, сыныптағы ең үздік оқушылардың бірі болды. Мұғалімдері оның зеректігін байқап, сен университетке түсуің керек, дейтін. Айдана: түсемін. Қай мамандық? Әлі білмеймін. Бірақ міндетті түрде оқимын. Ол әкесінің арманын орындағысы келді. Сәрсен тірі кезінде: қызым, сенің қолынан бәрі келеді. Тек оқы. Өз аяғында тұр деген еді. Айдана сол сөзді ұмытпады. Мектеп бітіретін жылы Күләш қызына қарап: қызым, қалаға оқуға барсаң абай бол. Мама, қорықпа, мен бәрін өзім істей аламын. Сен әлі кішкентайсың. Айдана күлімсіреп: әкем де солай айтатын. Күләш үнсіз қалды. Айдана анасының жүрегін ауыртқанын түсініп: кешірші. Жоқ, қызым, айта бер. Әкең туралы айтқаныңды мен де жақсы көремін. Бұл сөзден кейін екеуі бір-бірін құшақтап жылады. Көп жылдан кейін алғаш рет анасы мен қызы әкелері туралы бірге сөйлесті. Айдана мектепті өте жақсы бағамен бітірді. Ол үлкен қаладағы университетке түсті. Күләш қызының құжаттарын жинап жүріп: қызым, сенің әкең тірі болғанда қатты қуанар еді. Айдана: мен де соны ойлап жүрмін. Университетке аттанар күні Күләш қызының сөмкесіне түрлі азық-түлік салып берді. Мама, бұл тым көп қой? Саған жетеді, мен өзім сатып аламын. Ана үшін бала ешқашан үлкен болмайды. Айдана анасының маңдайынан сүйді. Мен сізді жалғыз қалдырмаймын. Оқуыңды бітіріп ал, сосын өз бақытыңды тап. Айдана сол кезде өз бақытының қайда екенін білмейтін. Ол әлі алда өзін күтіп тұрған бір жігіттің жүрегіне кіретінін де, сол жігіттің арқасында өмірінде алғаш рет шын бақыттың қандай екенін сезетінін де білмеді. Бірақ тағдыр оған бақытты ұзақ ұстатпайтын. Айдана университетке түскеннен кейін жаңа ортаға бейімделді. Сабақтан бөлек жұмыс істей бастады. Өйткені анасына салмақ салғысы келмеді. Мөлдір де сол қалада оқуға түскен еді. Екі құрбы бұрынғыдан да жақын араласты. Бір күні Мөлдір: Айдана, сен тым көп жұмыс істейсің. Маған керек. Өзіңді қинама. Мен анама көмектескім келеді. Сен әлі оқып жүрсің. Әкем жоқ қой. Анам бәрін жалғыз көтерді. Мөлдір оның сөзін тыңдап отырып, Айдананың ішіндегі жауапкершіліктің қаншалықты ауыр екенін түсінді. Айдана университетті бітіріп, жақсы жұмысқа орналасты. Өзі армандағандай әдемі жерде жұмыс істеп, аяғынан тік тұра бастады. Бірақ дәл сол кездері оның өміріне бір адам кірді. Ол адам
Айдананың тағдырын тағы бір рет өзгертетін еді. Бір күні жұмыстан шыққан Айдана жол бойында тұрғанда, оның жанына қара түсті көлік келіп тоқтады. Терезе баяу ашылды. Айдана таңырқап қарап қалды. Ал көліктің ішіндегі жігіт: «Айдана, осында не істеп тұрсың?» деді. Айдана оны танымайтын. Бірақ сол сәтте оның өміріндегі ең үлкен өзгерістің басталғанын өзі де сезбеді. Күтілмеген кездесу. Айдана көлікке таңырқап қарады. «Сіз мені қайдан танысыз?» Көліктегі жігіт жымиып: «Кешіріңіз, шатастырыппын». Көлік жүріп кетті. Айдана біраз уақыт сол жерде үнсіз тұрды. Бірақ әлгі жігіттің жүзі есінде қалып қойды. Ертеңіне жұмыстан шыққанда сол көлік тағы да жол жиегінде тұр екен. Бұл жолы ішінен басқа жігіт түсті. «Сіз Айданасыз ба?» «Иә». «Менің атым Данияр. Кеше сізді көріп қалдым. 1 минут сөйлесуге бола ма?» Айдана абайлап: «Не туралы?» «Қорықпаңыз, жай ғана танысқым келді». Айдана күлімсіреп: «Кешіріңіз, мен бейтаныс адамдармен сөйлеспеймін». Ол бұрылып кетіп қалды. Данияр артынан қуған жоқ. Бірақ бірнеше күннен кейін олар тағы кездесті. Бұл жолы Данияр Айдананың жұмыс орнына келді. «Мені кешіріңіз. Сол күні сізді ыңғайсыз жағдайға қалдырдым». Айдана оған қарап: «Ештеңе етпейді. Шай ішіп сөйлесіп отыруға бола ма?» Айдана алғашында келіспеді. Бірақ Даниярдың өзін сыпайы ұстағанын көріп, бірте-бірте сөйлесе бастады. Данияр Айданадан үлкен емес еді. Мінезі сабырлы, сөзі жылы болатын. Екеуінің әңгімесі күн сайын көбейді. Айдана көп жылдан бері ешкімге ашпаған сырларын біртіндеп Даниярға айта бастады. Әкесі туралы айтты. Балалық шағын айтты. Анасын айтты. Ал ең ауыр сырын бірден айта алмады. Бір күні Данияр: «Неге кейде көңілің түсіп кетеді?» Айдана: «Өткенім бар. Өткеніңді өзгерте алмайсың. Бірақ болашағыңды өзің құраласың». Бұл сөз Айдананың жүрегіне жылы тиді. Арада уақыт өткен сайын Айдана Даниярды шын жақсы көріп келе жатқанын сезді. Бір күні Данияр: «Айдана, мен сенімен бірге болғым келеді». Айдана көзін төмен түсірді. «Мен де». Бұл оның өміріндегі санаулы бақытты күндердің бірі еді. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Бір күні Айдана жұмыстан шығып келе жатқанда жанында көлік тоқтады. Көліктен бірнеше адам түсті. Айдана не болып жатқанын түсінбей қалды. «Сіздер кімсіздер?» Олар жауап бермеді. Айдананы отырғызып алып кетті. Айдана қорқып: «Мені қайда апарасыздар?» Ешкім жауап бермеді. Телефонында алып қойды. Арада біраз уақыт өткен соң ол бейтаныс ауылға келді. Сол жерде оны бір отбасы күтіп тұр екен. Айдана жан-жағына қарап: «Мен мұнда неге келдім?» Орта жастағы әйел: «Қызым, бұдан былай сен осы үйдің келіні боласың». Айдананың өңі қашып кетті. «Не?» «Бәрі шешілді. Менің келісімім жоқ». Сол кезде үйдің үлкен ер адамы: «Қызым, біз сені жаман жерге әкелген жоқпыз. Баламыз сені ұнатыпты». Айдана: «Менің сүйген адамым бар». Ешкім оның сөзіне құлақ аспады. Айдана анасына хабарласқысы келді. Телефоны қолында жоқ еді. Ол мөлдірді есіне алды. Мені іздейтін адам болса, сол мөлдір ғана. Ал қалада Күләш қызының телефонына қайта-қайта қоңырау шалып жатты. Телефон сөнулі. Күләштің жүрегі алаңдады. «Қызың қайда?» Мөлдірге хабарласты. «Айдана, сенің қасында емес пе?» «Жоқ, апа. Мен де хабарласа алмай жатырмын». Күләштің мазасы кетті. Ал Айдана бейтаныс үйде жалғыз отырды. Бір кезде есік ашылып, үйге Нұрлан кірді. Ол Айданадан 10 жас үлкен еді. Айдана оған қарап: «Сіз кімсіз?» «Мен Нұрланмын. Мені не үшін мұнда келдіңіздер?» Нұрлан үнсіз тұрды. «Сен менің әйелім боласың». Айдананың көзінен жас шықты. «Мен сізді сүймеймін». Нұрлан: «Сүйесің». «Жоқ. Уақыт өте, үйренесің». Айдана сол сәтте өзінің өмірі өз қолынан шығып кеткенін түсінді. Қазақта қыздың жолы жіңішке дейді.
Бірақ Айдананың алдындағы жол тым ауыр еді. Ал ең өкініштісі, ол бұл үйден әлі қанша жыл азап көретінін білмеді. Айдана сол үйде қалуға мәжбүр болды. Анасына хабарласқысы келгенімен ешкім телефон бермеді. Бірнеше күннен кейін Күләш қызының қайда кеткенін біліп, артынан адам жіберді. Бірақ бәрі кешеді. Айдананың тағдырын шешіп қойған болатын. Нұрланның үйі дәулетті емес, бірақ мал ұстап күнін көретін отбасы еді. Нұрлан үйдің жалғыз ұлы. Ал Айдананың қайын сіңілісі Гүлназ одан 1 жас қана кіші болатын. Гүлназ Айдананы алғаш көргеннен ақ жақтырмады. Әкем жоқ қызды қайдан тапқан? Бұл сөз Айдананың жүрегін ауыртты. Нұрланның анасы да, сенің арқа сүйер адамың жоқ, сондықтан бұл үйдің тәртібіне көнесің деді. Айдана үндемеді. Көп ұзамай той жасалды. Айдананың жүрегі қаламаған некесі қиылды. Той үстінде ол күрімдеуге тырысты. Бірақ ішінен, әке, мені көріп тұрсың ба? Деп жылады. Неке түнінде Нұрлан Айдананың бұрынғы өміріне қатысты шындықты білгенде, оны тағы кемсітіп. Сен маған неге шындықты айтпадың? Айдана жылап, менің кінәм емес. Ендеше неге сенен мұндай нәрсе шықты? Осы сөздерден кейін Айдана оның алдында өзін одан сайын қорғансыз сезінді. Күндер өте. Нұрланның мінезі өзгерді. Арақ ішіп келген сайын Айдананы кінәлайтын. Гүлназ болса ағасын үнемі Айданаға қарсы айдап салатын. Аға, ол сені сыйламайды. Аға, ол бізге бөтен. Енесін де келінін жақтырмады. Әкең жоқ, ағаң жоқ, сені кім қорғайды? Айдана анасына телефон шалды. Мама, мен қиналып жүрмін. Күләш, шыда қызым, бәрі түзеледі. Айдана анасына бар шындығын айта алмады. Ал Мөлдірге ғана сырын ашты. Мөлдір, Нұрлан ішіп келеді. Мен ұрады. Енем де күн көрсетпейді. Гүлназ ағасын маған қарсы қояды. Мөлдірдің жүрегі ауырды. Айдана, сен ол үйде қалмауың керек. Қайда барамын? Менің баратын жерім жоқ. Осы сөзден кейін Мөлдір ұзақ үнсіз қалды. Айдананың тағдыры. Арада бірнеше ай өтті. Айдананың бұл үйдегі өмірі күннен күнге ауырлай түсті. Таң қараңғысынан тұрып малға қайды, үйдің тірлігін істейді. Кешке дейін тыным таппайды. Бірақ оның жасаған еңбегін ешкім бағаламайтын. Енесі үшін келіннің жұмысы ешқашан бітпейтіндей еді. Айдана, мына ыдыстарды жу. Қазір жуамын. Қазір емес, қазір. Айдана үндемей ыдысқа қайта отырды. Кейде шаршағаннан қолы дірілдейтін. Бірақ ешкім оның шаршағанын сұрамайтын. Нұрлан болса үйге көбіне кеш келетін. Кейде ішіп келіп, болмаш нәрсеге ашуланатын. Бір күні дастархан басында Гүлназ ағасына: Аға, бүгін Айдана тағы кеш тұрды деп шағымданды. Айдана басын көтеріп: Мен таңғы 4-тен бері аяғымнан тік тұрып жүрмін. Енесі бірден сөзін бөліп: Бізге жауап қайтарма. Айдана үнсіз қалды. Қазақта келіннің бетін кім ашса, сол ыстық дейді. Бірақ Айдананың бұл үйдегі жүзін ашқан ешкім болмады. Оны ешкім өз қызындай қабылдамады. Кей күндері Айдана анасына телефон шалатын. Мама, иә қызым, қалың қалай? Жақсымын, өзіңше? Айдана шындықты айтқысы келетін. Бірақ анасының да жалғыз екенін ойлап, аузына келген сөзін жұтып қоятын. Мен де жақсымын. Қызым, жолдасың қалай? Жақсы. Енеңше? Жақсы. Осы екі сөздің арасында қанша өтіріп жатқанын Күләш білмейтін. Айдана телефонды қойған соң, жастығына басын қойып жылайтын. Бір күні Нұрлан ішіп келді. Тамақ дайын ба? Иә. Нұрлан дастарханға отырды. Бір нәрсе ұнамай қалды. Мына тамақты кім істеді? Айдана. Мен. Тұзы көп, кешір. Сенің қолынан дұрыстап тамақ та келмейді. Айдана үндемеді. Гүлназ да ағасын сөзін қостап: Аға, күнде осылай. Бұл үйге келгеннен бері береке кірмеді. Айдананың жүрегі ауырды. Бірақ ол ештеңе демеді. Нұрлан сол күні ашуланып: Сен неге маған бала туып бермейсің? Деді.
Айдана көзін төмен түсіріп: мен де ана болғым келеді. Онда неге болмайды? Білмеймін. Нұрлан оған қол көтерді. Айдана қабырғаға сүйеніп қалды. Бұл оның күйеуінен көрген алғашқы соққысы еді. Сол түні ол ұзақ жылады. Таң атқанда айнаға қараса, көздері ісіп кеткен. Енесі көріп: неге жыладың? Айдана: ештеңе емес. Онда жуынып жұмысына кіріс. Айдана ішінен: адамға ең ауыр нәрсе жалғыздық емес, жалғызсыз қалғаныңды ешкімнің түсінбеу екен, деп ойлады. Арада бірнеше күн өтті. Айдана өзін біртүрлі сезіне бастады. Таңертең жүрегі айниды. Тамаққа тәбеті болмайды. Кейде бас айналады. Алғашында шаршағаннан шығар деп ойлады. Бірақ бір күні Мөлдірге телефон шалды. Мөлдір: иә, Айдана? Мен саған бір нәрсе айтайыншы? Айт, менің аяғым ауыр сияқты. Мөлдір қуанып: шын ба? Білмеймін, бірақ соңғы кезде жүрегім айнып жүр. Дәрігерге бардың ба? Жоқ, бар. Міндетті түрде. Айдана дәрігерге барды. Тексеруден кейін дәрігер күлімсіреп: құттықтаймын, сіз жүкті екенсіз. Айдана бір сәт үнсіз қалды. Шын айтасыз ба? Иә. Айдананың көзінен жас шығып кетті. Бірақ бұл жолы ол қайғыдан емес, қуаныштан жылады. Ол ішін сипап: балам. Сол сәтте оның жүрегінде бұрын сезінбеген бір жылу пайда болды. Ол ана болатын. Өзінің анасы оны 5 жыл күткендей, Айдана да осы баласын жүрегінің астында аялап күткісі келді. Үйге қайтып келе жатып, ол әкесін есіне алды. Әке, сені немерем болады. Оның көзінен тағы жас ақты. Сен тірі болсаң, мені қатты құшақтар едің ғой. Айдана үйге келгенде Нұрлан әлі жоқ еді. Ол енесіне: апа? Не? Менің аяғым ауыр екен. Енесі бірден қуанып кетпеді. Рас па? Иә. Онда жұмысты тастамайсың. Айдана үнсіз қалды. Жүкті болдың деп қаншайым болмайсың? Жоқ, апа. Ертеңнен бастап бұрынғыдай жұмыс істейсің. Айдана ішін сипап: жарайды. Кешке Нұрлан келгенде Айдана оның алдынан шықты. Нұрлан, не болды? Бізде бала болады. Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Айдана оның қуанып құшақтайтынын күткен. Бірақ Нұрлан: көрерміз, деді де басқа жаққа бұрылып кетті. Айдананың көңілі түсіп қалды. Бала деген қуаныш қой. Неге ол қуанбады, деп ойлады. Сол түні ол ішін сипап жатып: балам, сен қорықпа. Мен сені ешкімге жамандық жасатпаймын, деді. Ол баласына іштей уәде берді. Бірақ тағдырдың жазғанын адам баласы қанша қалса да өзгерте алмайды екен. Арада біраз уақыт өткен соң Нұрлан тағы да шіптелді. Айдана оның мінезін біліп, үнсіз отырды. Неге үндемейсің? Шаршап отырмын. Маған бала туып бердің деп мәз болып жүрсің бе? Айдана қорқып: мен ондай деген жоқпын. Нұрланның ашуы қайта күшейді. Айдана ішін қорғап, қабырғаға қарай шегінді. Ол сол сәтте өзінен бұрын ішіндегі сәбиін ойлады. Балам аман болса екен. Қазақта ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дейді. Бірақ Айдананың бар көңілі енді құрсағындағы сәбиіндеді. Ол өзіне қанша ауыр сөз айтылса да шыдайтын. Өйткені енді оның өмірінде өзін күтетін кішкентай жүрек бар еді. Алайда сол кішкентай жүректің тағдыры да Айдананың тағдырымен байланысып кеткен болатын. Айдана жүктілігін бергеннен кейін бар ойы құрсағындағы сәбиінде болды. Күн сайын ішін сипап, онымен іштей сөйлесетін. Балам, сен аман-есен дүниеге келсен болды. Мен сен үшін бәріне шыдаймын. Бірақ оның жүкті болғанына ешкім ерекше мән бермеді. Енесі бұрынғыдай жұмыс істетті. Таңғы 4-те тұрып, сиыр сауып, тамақ жасап, үй жинап, малға қарады. Кейде белі ауырып, аяғы ісіп кетсе де, ешкімге шағынбады. Бір күні енесі: Айдана, мына шелекті апарып қой. Апа, белім ауырып тұр. Жүкті болдың деп жұмыс істемейсің бе? Айдана үнсіз шелекті көтерді. Сол сәтте оның көзінен жас шығып кетті. Біреудің қызы болып барған едім.
Енді өз үйімде де өзімді бөтен сезінемін деп ойлады. Мөлдір күн сайын хабарласып тұрды. Айдана, өзіңді күтші. Қолынан келмейді. Нұрлан саған әлі қол көтере ме? Айдана біраз үнсіз қалды. Кейде, неге анаңа айтпайсың? Анам онсыз да жалғыз. Тағы бір қайғыны көтере алмайды. Мөлдір күрсінді. Сен бәріне шыдаймын деп өзіңді құртып алма. Айдана, менің балам бар. Сол үшін өмір сүремін. Бұл сөз Мөлдірдің есінде мәңгі қалды. Жүктіліктің бірнеше айы осылай өтті. Айдана баласының қозғалғанын алғаш сезген күні қатты қуанды. Түнде Нұрлан ұйықтап жатқанда, Айдана оның қолын жайлап алып, ішіне қойды. Қозғалды. Нұрлан көзін ашып. Не? Бала қозғалды. Нұрлан қолын алып, ұйықта. Айдана үнсіз қалды. Ол сол түні жастығына қарап жатып, баламды бәрібір өзім жақсы көремін деді. Көп ұзамай Айдананың аяғы ауыр болғанына 5 ай болды. Іші анық білінді. Бірақ үйдегі тірлік азайған жоқ. Бір күні ол мал қорадан келе жатып, басы айналып құлап қала жаздады. Көршісі байқап қалып, Айдана, саған не болды? Басым айналып кетті. Сен жүкті емессің бе? Иә. Онда өзіңді күт, ауыр жұмысты азайт. Айдана күлімдеп. Менің үйдегілеріме осын айтсаңыз жақсы болар еді. Көрші әйел үндемей қалды. Кейде сырт адамның бір ауыз сөзі өз үйіндегі 100 сөзден артық демеу болады. Бір күні Нұрлан ішіп келді. Айдана оның көңіл күйін көріп, бөлмесіне кіріп кетпек болды. Қайда барасың? Балаға керек заттарды қарап отыр едім. Ақша қайдан? Анам аздап жіберді. Сенің анаң бізге ақша беретін болды ма? Балаға керек қой. Нұрлан ашуланып. Маған ақыл үйретпе. Айдана үнсіз қалды. Нұрлан оның қолындағы кішкентай киімді жұлып алды. Мұнаның бәрін кейін көрерміз. Айдананың жүрегі ауырды. Ол киімді қайта алып. Бұл менің баламның алғашқы киімі. Нұрлан күліп. Бала туып аласың ба жоқ па, оны қайдан білесің? Айдана осы сөзден кейін қатып қалды. Ол бөлмесіне кіріп есікті жапты. Түнде анасына телефон шалғысы келді. Бірақ телефонды қолына алғанымен қоңырау шала алмады. Мама, мен қорқып жүрмін деген сөзді айта алмай қойды. Оның орнына, мама, қалайсыз? Жақсымын қызым, өзіңше? Жақсымын. Балаң қалай? Айдана ішін сипап. Жақсы. Қыз ба ол мекен? Білмеймін. Күләш күліп. Аман болсын. Иә, мама. Телефонды қойған соң Айдана үнсіз жылады. Ол анасына шындықты айтса, анасы бірден алып кетер еді. Бірақ Айдана елдің сөзінен, ажырасып кеткен қыз деген аттан қорқып, бәріне шыдап жүрді. Қазақта басқа пәле тілден дейді. Бірақ кейде елдің сөзіне қорқып, адам өз өмірінің шындығын жасырып қояды. Жүктіліктің соңғы айларында Айдананың денсаулығы нашарлай бастады. Бірақ ол баласының дүниеге келуін ғана күтті. Бір күні таңертең ішін қатты ұстап, балам, деп сыбырлады. Мөлдірге телефон шалып. Мөлдір, менің ішім ауырып тұр. Жедел жәрдем шақыр. Әлі ерте сияқты. Айдана, қорықпа. Бірақ міндетті түрде дәрігерге бар. Айдана ауруханаға барып тексерілді. Дәрігер, өзімізді күтіңіз. Көп жұмыс істемеуіміз керек. Айдана басын изеді. Бірақ үйге келген соң енесі. Дәрігердің сөзін тыңдап жатып алмайсың ба? Үйдің жұмысы кімге қалады? Айдана жауап бермеді. Ол сол түні баласының қозғалғанын сезіп күлімсіреді. Балам, сен менің жалғыз үмітімсің. Сол кезде ол әкесін есіне алды. Әке, сен жоқсың. Бірақ мен сен сияқты жақсы әке болар адамды балама жолықтырғым келеді. Айдананың көзінен жас ақты. Ол әлі Нұрланның бір күні өзгеріп, баласын жақсы көріп кететініне де үміттенетін. Адамның үміті үзілген жерде ғана жүрегі өледі дейді. Ал Айдананың жүрегінде әлі кішкентай болса да үміт бар еді.
бірақ сол үміттің өзі көп ұзамай сынаққа түсетін. Арада 3 жылға жуық уақыт өтті. Айдананың өміріндегі ең үлкен қуаныш ұлының дүниеге келу еді. Ол баласына Нұрислам деген ат қойды. Кішкентай сәби Айдананың өміріне қайтадан жылу әкелгендей болды. Босанғаннан кейін Айдана 40 күнін күтпей, қайтадан үйдің тірлігіне кірісті. Бір күні енесі: «Айдана, тұр, үйде жұмыс көп». Айдана әлсіз дауыспен: «Апа, әлі әлсізбін. Балаң бар екен деп жата бермейсің». Айдана амалсыз орнынан тұрды. Қазақ бала көңілдің гүл дейді. Айдана үшін Нұрислам сол гүл еді. Өзі шететізі қанша қиналса да, баласының күлкісін көрсе, барлығын ұмытып кететін. Нұрислам 9 айға толды. Айдана оны барынша жақсы тәрбиелеуге тырысты. Бірақ Нұрлан өзгермеді. Жұмыс істемей, үйде жатып алатын. Үйдің бар тіршілігі малға байланысты еді. Ауылда олардың малы көп болатын, сол арқылы күн көретін. Бірақ малдың жұмысында көбіне Айдана істейтін. Бір күні Нұрлан дүкеннен баласына тәттілер әкелді. Нұрисламды алдына отырғызып: «Мә, балам, же». Айдана сырттай қарап жымиды. Бірақ өзі де бала кезінен тәттіні жақсы көретін. Бір кәмпитті қолына алып: «Маған да бере тұршы», деді. Нұрлан қабағын түйіп: «Саған не керек? Біреуін ғана. Балаға келдім. Сен неге жейсің?» Айдана: «Менде жегім келді». Нұрлан ашуланып: «Өзіне өзің ақша таппайсың ба?» Айдана үндемей қалды. Енесі де баласының сөзін жақтап: «Дұрыс айтады. Балаға келген тәттіні неге жейсің?» Айдананың көзіне жас келді. Ол үндемей ас үйге кіріп кетті. Нұрислам анасының артынан еңбектеп келді. Айдана баласын құшағына алып: «Балам, сен ғана мені түсінесің ғой». Сол күні кешке Нұрлан тағы ішіп келді. «Неге қабағың түсіп жүр?» Айдана үндемеді. «Саған айтып тұрмын, ештеңе болған жоқ. Тағы да маған ренжіп отырсың ба?» Айдана: «Мен тек бір кәмпит сұрадым». Нұрлан ашуланып: «Сол үшін жылап отырсың ба?» Айдана: «Мені ұрма». Бірақ Нұрлан ашуға беріліп, оған қол көтерді. Айдана баласын қорғауға тырысып, артқа шегінді. Бір сәтте басы қатты соғылып, құлап түсті. Енесі жүгіріп келгенімен Айдананы аяудың орнына: «Өзің кінәлісің. Неге оның сөзін тыңдамайсың?» деді. Айдана орнынан тұруға тырысты. Бірақ бас айналып, көз алды қарауытып кетті. Ол сол сәтте өзінің қансырап жатқанын да байқамады. Нұрислам жылап жатты, Айдана баласына қарап: «Балам», деп сыбырлады. Бірақ оның дауысы әлсірей берді. Осы үйде оның өмірі үшін алаңдайтын адам болмады. Тек Мөлдір ғана оның бірнеше күн бұрын айтқан сөздерін есіне алды. «Мөлдір, егер бір күні менімен бірдеңе болса, балама қараш». Мөлдір сол сөзді қалжың шығар деп қабылдаған. Енді оның жүрегі тыныштық таппай, Айданаға қайта-қайта қоңырау шалды. Телефон көтерілмеді. Ал Айдана болса, сол үйде ес-түссіз жатты. Енесі мен Нұрлан не істерін білмей састы. «Енді не болады?» деді Нұрлан. Енесі: «Ешкімге айтпа. Қалай жасырамыз? Өзі өлді деп айтамыз». Олар Айдананың өлімін жасыруды ойлады. Ал дәл сол сәтте сыртта жүрген көрші әйел олардың үйінен шыққан бір түрлі дауысты естіп қалды. «Ойбай, не болып жатыр?» Ол есікке жақындағанда үй ішінен енесінің дауысы естілді: «Ешкімге айтпаңдар». Көрші әйелдің жүрегі су ете қалды. Ол бірден Мөлдірге телефон соқты. «Қызым, Айдананың үйінде бір жағдай болып жатқан сияқты». Мөлдір: «Не болды?» «Білмеймін, бірақ бірдеңені жасырып жатқандай». Мөлдірдің жүрегі дүрсілдеп: «Айданаға не болған?» «Білмеймін». Мөлдір бірден Күләшке қоңырау шалуды ойлады. Ал Күләш сол уақытта қызының қоңырауын күтіп отырған. Телефоны шырылдағанда ол қуанып: «Айдана ма екен?» деді. Бірақ ар жақтан бөтен әйелдің дірілдеген дауысы естілді. «Күләш апа». «Иә? Сізге бір нәрсе айтуым керек». «Не болды?» «Айдана». Әйел әрі қарай сөз айта алмай қалды. Күләшті жүрегі әлденені сезгендей болды. «Қызыма не болды?» Сол бір сұрақтан кейін оның өміріндегі ең ауыр күн басталды. «Күләш апа».
Айдана қайтыс болыпты. Телефонның ар жағындағы сөзді естіген Күләш бір сәтке қатып қалды. Не дедің? Айдана жоқ болыпты. Жоқ, менің қызым тірі. Күләш телефонды қоя сала, қызының үйіне жетуге асықты. Жол бойы бір ғана ой мазалады. Неге мен қызымды басында алып кетпедім? Неге оның бәріне шыдап жүргенін көре тұра, қолынан ұстап үйге әкелмедім? Ол үйге жеткенде ешкім алдынан шықпады. Қызым қайда? Нұрлан үндемеді. Енесі көзін төмен салды. Айдана өзі. Не өзі? Өзіне қол жұмсапты. Күләштің денесі қалтырап кетті. Өтірік айтпаңдар. Шын, мен қызымды көремін. Енесі жолын бөгемек болды. Қазір болмайды. Неге болмайды? Мен анамын. Күләш үйдің ішіне кіріп кетті. Бірақ Айдана жоқ еді. Қайда менің қызым? Морфологияға алып кетті. Күләш бірден сенбеді. Қашан? Нұрлан жауап бере алмады. Көрші әйел. Күләш апа, мен сізге бір нәрсе айтайын. Айт. Бұл үйде болған жағдайды жасырып жатқан сияқты. Күләштің жүрегі зу ете қалды. Қызымның денесін көрсетіңдер, Нұрлан. Кейін, қазір. Күләш айқайлап жіберді. Мен қызымды тірі туып едім. Өлген күйінде алып кетуге де өзім барамын. Ақыры ол моргқа жетті. Бірақ сол жерде оған, сізге мәйітті қазір көрсетуге болмайды деді. Неге? Құжаттары тексеріліп жатыр. Күләш дәлізде отырып қалды. Бірнеше сағат өтті. 1 сағат, 3 сағат, 5 сағат. 7 сағатқа жуық уақыт бойы Айдананың денесі жасырылып тұрды. Күләштің жүрегі сезгендей болды. Бір нәрсе дұрыс емес. Ақыры есік ашылды. Күләш ханым, кіре аласыз? Күләш орнынан әрең тұрды. Ол ішке кіргенде, көз алдына түскен көріністен демі ішіне түскендей болды. Айдананың денесі көк ала болып кеткен. Бетінде, қолында, денесінде көгерген іздер бар еді. Басының жарақаты тігілген. Күләш қызын көріп, Айдана, деп сыбырлады. Сосын қызын құшақтай алмай, тізерлеп отырып қалды. Қызым-ай, мен сені неге тыңдамадым? Неге сені алып кетпедім? Неге шыда дедім? Оның көз жасы тоқтамады. Сен маған, мама, мені ұрып жатыр дедің ғой. Мен саған шыда дедім. Мен анаң бола тұра, сені қорғай алмадым. Бұл сөздер моргтың суық бөлмесінде жаңғырып тұрды. Күләш қызынан айырылғанын енді ғана толық түсінді. Бірақ оның қайғысы мұнымен аяқталған жоқ. Айдананың кішкентай ұлы Нұрислам үйде қалып қойған еді. Баланың әкесі бар болғанмен, анасы жоқ. Күләш немересіне қарап, сенің анаңды тірі алып келуге болатын еді, деп жылады. Ал Айдананың құрбысы Мөлдір полицияға болған жағдайды айтып берді. Айдана маған бәрін айтып жүретін. Күйеуі ішіп алып ұратын. Енесі де қорлайтын. Ол маған бірнеше рет қорқамын деді. Тергеу басталды. Айдананың өлімі жай ғана өзіне қол жұмсады деген сөзбен жабылып қалмады. Сараптама жасалды. Айдананың денесіндегі жарақаттар мұқият тексерілді. Шындық біртіндеп ашыла бастады. Ал Күләш үйіне қайтып келген соң, қызының бөлмесіне кірді. Бұрышта Айдананың ескі сөмкесі тұр екен. Сөмкенің ішінде қызының бала кезіндегі суреті бар еді. Суретте Айдана әкесінің мойнына асылып күліп тұр. Күләш суретті қолына алып, сен ол кезде қандай бақытты едің қызым, деп жылады. Сол кезде оның есіне Айдананың бала кезінде айтқан сөзі түсті. Мама, мен үлкен болғанда сізді қорғаймын. Күләш суретті кеудесіне қысып, сен мен емес, мен сені қорғауым керек еді. Қазақта өкінгеннен пайда жоқ дейді. Бірақ ана жүрегі өткенді қайта-қайта ойламай тұра алмайды. Күләш өзін өмір бойы кінәлайтынын сол күні түсінді. Өйткені ол қызының тірі кезінде айтқан соңғы сөздерін есіне түсірді. Мама, мені бұл үйден алып кетші. Ал анасы, шыда қызым, деген еді. Сол екі сөз Күләштің жүрегінде өмірінің соңына дейін өшпейтін жара болып қалды. Күләш қызын жер қойнына тапсырған күні, өзімен бірге Айдананың дауысы көмілгендей күй кешті. Үйге келген соң ешкіммен сөйлеспеді.
Қызынан қалған киімдерді құшақтап, түні бойы үнсіз отырды. Бір кезде шкафтан Айдананың ескі дәптері түсіп кетті. Күләш оны ашқанда, бірнеше жол жазуды көрді. Мама, мен сізге бәрін айтқым келеді. Бірақ сізді ренжіткім келмейді. Бір күні бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Күләштің қолы дірілдеп кетті. Қызым-ай, сен мені ренжітпеу үшін өзіңнің бүкіл қайғыңды ішіне жинап жүрдің бе? Ол дәптерді кеудесіне қысып жылады. Ал Айдананың құрбысы Мөлдір де тыныштық таба алмады. Ол Күләшке барып: «Апа, Айдана маған бәрін айтып жүрді. Ол көп қиналды». Күләш: «Неге маған айтпадың?» Мөлдір көз жасын сүртіп: «Айтқым келген. Бірақ Айдана, анамды жалғыз қалдырғым келмейді» деді. Осы сөз Күләштің жүрегін тағы да ауыртты. Сол кезде сырттан Нұрисламның даусы естілді. «Әже?» Күләш баланы құшағына алды. «Не болды, құлыным? Мамам қашан келеді?» Күләштің жүрегі шым етті. «Мамаң аспанда. Ол бізге қонаққа келмей ме?» Күләш жауап бере алмай баланы бауырына қысты. Нұрислам анасының өлімін әлі түсінбейтін. Ол күн сайын есікке қарап, анасы кіріп келетіндей күтетін. Бір күні: «Әже, мамам мені неге тастап кетті?» Күләш көз жасын тығып: «Мамаң сені ешқашан тастаған жоқ. Ол сені қатты жақсы көрді». Нұрислам: «Онда неге келмейді?» Бұл сұраққа Күләштің жауабы болмады. Ал тергеу жалғасып жатты. Мөлдір тергеушіге Айдананың өзіне жіберген хабарламаларын көрсетті. Онда Айдана бірнеше рет күйеуінен қорыққанын, үйдегі қысымды айтқан еді. Тергеуші: «Соңғы рет қашан сөйлестіңіздер?» «Өлерінен бір күн бұрын». «Не деді?» Мөлдір: «Мөлдір, мен шаршадым. Бірақ балам үшін шыдаймын» деді. Осы сөздер тергеушінің назарын аударды. Сараптама қорытындысында көп нәрсені өзгертті. Айдананың денесінде соққы іздері болған. Оның өлімі жай ғана өзіне қол жұмсау емес екені анықтала бастады. Күләш бұл жаңалықты естігенде: «Қызымның өлімі үнсіз қалмасын. Мен енді қорықпаймын» деді. Осы уақытқа дейін қызы үшін бәріне шыдап келген ана алғаш рет басын көтерді. Ол Нұрланның үйіне барды. Енесі есік алдында тұр екен. Күләш оған қарап: «Мен қызымды сіздерге аманаттап едім». Әйел үнсіз қалды. «Сіздер оны қорғамадыңыздар». Күләш: «Жоқ, енді мені тоқтатпаңыз. Қызым тірісінде үндемеді. Мен оның орнына сөйлеймін». Нұрлан да сыртқа шықты. Күләш оған қарап: «Сен оның күйеуі болдың, бірақ қорғаны болмадың». Нұрлан басын төмен түсірді. Күләш: «Енді менің қызымның баласы бар. Оның алдында сен жауап бересің». Нұрлан алғаш рет сөз таба алмады. Күләш үйіне қайтып келе жатып аспанға қарады. «Айдана, қызым, кешір мені. Мен сені тірі күніңде қорғай алмадым. Бірақ сенің балаңды жалғыз қалдырмаймын». Сол күннен бастап Күләш Нұрисламды өз қамқорлығына алды. Қызынан қалған жалғыз аманат кішкентай немересі еді. Анаға бала алтыннан қымбат дейді халық. Күләш енді сол алтынның жоғалмауы үшін өмір сүретін болды. Ал Айдананың тағдыры бір ғана отбасының қайғысы болып қалмай, көп адамға сабақ болатын ауыр шындыққа айналды. Бірақ Күләштің жүрегіндегі бір сұрақ ешқашан өшпеді. Егер мен сол күні қызының сөзін тыңдап, оны үйге алып кеткенімде, Айдана бүгін тірі болар ма еді? Арада бірнеше жыл өтті. Нұрислам әжесінің қолында өсіп жатты. Ол анасының жүзін тек суреттен білетін. Күн сайын сол суретті қолына алып: «Әже, менің мамам қандай адам болған?» деп сұрайтын. Күләш көз жасын жасырып: «Мамаң өте мейірім» деді. «Сені қатты жақсы көрді балам. Ол мені неге тастап кетті?» «Ол сені тастаған жоқ. Өмірі оған тым ауыр болды». Нұрислам ер жеткен сайын анасының тағдырын білгісі келді.
Бір күні Күләш қызының ескі дәптерін оған берді. Бұл анаңнан қалған соңғы аманат. Нұрислам дәптерді ашып, анасының жазуын оқи бастады. Балам, егер бір күні осы жазбаны оқысаң, мені жаман ана деп ойлама. Мен сені дүниеге келген күнімнен бастап, жанымнан артық жақсы көрдім. Сен менің өмірдегі ең үлкен үмітім болдың. Нұрисламның көзінен жас ақты. Әже, мамам мені шынымен жақсы көрген екен ғой. Күләш немересінің құшағына қысып. Ол сен үшін өмір сүрді, құлыным. Ал сол кезде есік сыртында Мөлдір үнсіз жылап тұрды. Ол Айдананың тағы бір құпиясын әлі ешкімге айтпаған еді. Айдана өмірінің соңғы күндерінде Мөлдірге бір ғана нәрсе айтқан болатын. Егер маған бірдеңе болса, анамды кінәлама. Ол мені жақсы көрді. Мөлдір сол сөзді жүрегінде сақтап келген. Өйткені кейде адам қайтыс болғаннан кейін де оның соңғы сөзі тірілердің жүрегінде өмір сүре береді. Күләш аспанға қарап, қызым, кешір мені, деп сыбырлады. Ал Нұрислам анасының суретін кеудесіне қысып, мама, мен сіздің арманыңызды орындаймын. Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ одан сабақ алуға болады, дейді халық. Айдананың тағдыры бізге бір нәрсені ескертеді. Жақының шыдай алмай жүрмін десе, оны жай ғана сөз деп қабылдама. Кейде сол сөздің артында адамның соңғы үміті тұруы мүмкін. Ал Айдананың өміріндегі ең өкініштісі, оның бақытқа жетуге әлі талай мүмкіндігі бар еді. Адамның өмірі бір-ақ рет берілетін аманат. Қадірін тірісінде білейік. Егер бұл оқиға жүрегіңізге әсер етсе, досым, Истории доброй дива арнасына тіркеліп, лайк басып, пікірге қай уақытта көріп отырғаныңызды жазып кетіңіз. Осы тақырыпқа қатысты жүрекке жететін бір өлең жолдарын оқып кетейін. Мүмкін бұл өлеңнен өз тағдырын көретін жан табылар. Мүмкін біреудің жүрегіндегі үнсіз мұңды естіртпей тұрғанда осы жолдар болар. Айдана, 5 жыл бойы күткен сәби, бір үйге нұр боп келген. Ата-ананың бар арманы, бір қыз болып еркелеген. Анасының алақанын, әкесінің құшағын, білмей өсті бұл дүниенің қандай қатал сынағын. Кішкентай қыз есік бағып, әкесін күтіп отыратын. Жұмыстан кеш келген әке, қызым деп оны құшатын. Сол бір шақтар мәңгі қалып, жүрегінде сақталды. Бірақ тағдыр бір күн келіп, әкесін одан алып қалды. Әке деген тау секілді, арқа сүйер панасың. Әке кеткен мына өмірде қайда барып паналарсың? Айдана балалық шағы сол күндермен қоштасты. Кеше ғана күлген бала бүгін үнсіз боп қалды. Жылдар өтті, бой жетіп ол, арман қуып алысқа. Жүрегінде әке үні бар, жанарында сағынышта. Бір күн келіп бақыт тапты, жүрегіне жолықты жан. Енді мен де күлемін деп үміттенді бақыттан. Бірақ өмір аямады, тағы сынақ қарсы алды. Өз еркіне қарамай-ақ бөтен үйге келін болды. Сүймегенін сүйген болып, күлімдеуге тырысты ол. Жүрегінде мың бір жара, сырттай ғана күліп тұрды. Әкең жоқ деп кемсіткендер жүрегіне сөз қадады. Бір ауыз сөз кейде адам жанына дақ боп қалады. Күйеуінен таяқ көріп, енесінен сөз есті. Жалғыздықтың не екенін сонда ғана анық сезді. Анасына қоңырау шалып, мама, мен алып кетші деді. Анасы да білмей қалды, қызы қандай күйде еді. Шыда қызым, шыдай тұр деп, анасы да жұбатты. Ал сол сөздің салмағынан қызы тағы үн қатпады. Шыда деген бір ауыз сөз, кейде ауыр екен ау. Жаның жылап тұрған кезде қасында біреу керек ау. Бір күні ол ана болды, құрсағында бала бар. Сол баланың күлкісінен жүрегінде жаңа арман бар. Балам менің аман болса, бәріне де шыдаймын. Сенің ғана күлкің үшін мен бұл өмірді қимаймын. Бірақ тағдыр тағы келіп, қара бұлтын төндірді. Бір тәттіге болған ұрыс үлкен қайғыға айналды. Бір соққының зардабынан ана өмір үзілді.
Баласының кішкентай қолы анасына созылды. Мама қайда деген бала жауап күтіп қалды үйде. Анасының жылы құшағы қалды енді тек суретте. Күләш келіп қызын көрді, көк ала боп жатқанын. Сонда ғана түсінді ана, қызы қанша қиналғанын. Қызым-ау, неге айтпадым сен? Неге бәрін жасырдың? Алып кетші деген сөзіңді неге кештеу естірттің? Ана жүрек өзін кінәлап, өмір бойы жылады. Басынан-ақ алып кетсем, қызым тірі болар ма еді? Нұрислам да өсті кейін, анасын тек суреттен көрді. Мамам мені жақсы көрді ме деп, әжесіне сұрақ берді. Күләш оған қарап тұрып, көз жасына ерік берді. Балам, сенің анаң сені жанынан да артық көрді. Айдананың арманы көп еді, айтылмаған сөзі көп еді. Өмір сүріп бақыт құрып, балапанын сүйгісі келді. Бірақ кейде адам арманына жете алмайды бұл өмірде. Біреудің бір ауыз сөзі қалып қояр жүрегінде. Сондықтан да ағайындар, жақыныңды ренжітпеңдер. Жақсымын деп күліп тұрған, жанның сырын білмей өтпеңдер. Біреу шаршадым деген кезде қасына барып отырыңыз. Сен жалғыз емессің деп, жылы сөзбен жұбатыңыз. Өйткені өмір бір-ақ рет. Қайта келмес бұл